Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Сары Мұсақ. Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі мен видеода біз зомби мутант деген модқа обзор түсіретін боламыз. Видеомызды бастамай жатып лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видеода біз өте үлкен модқа обзор түсіретін боламыз. Көптіріңіздей мына сандықтың ішінде өте көп модтар бар осы Майнкрафттағы. Бірақ олардың бәрі өте ауып, вообще мутанттар, босстар десектер болады. Бүгін біз осыларды тексеретін боламыз. Ал бірінші мыналардан бастайық. Бұлар обычный аттар, жаңа зомби ат сияқты. Қараңыз, қандай үлкен мутантский размерде үлкен. Даже отыруға болады екен оларға. Отырып жүруге болады екен. Және өте көп екен. Келесі бізде скелет. Бұны да сондай қыпес өте көп. Оған бірдеңке салуға болады. Шамасы ондай болмайтын сияқты, оған ертоқым салмайтын сияқтымыз. Келесін тексеріп көріп, келесі бізде тағы есекке ұқсайтын бірдеңке. Тағы еще мутант аттар. Қараңыз, дауыстарды өте аңғарсаңа дәу қасқыр жүр. Оны сосын көрсетеміз. Бірінші атқа тексеріп көрейік. Мінекей осындай үлкен, осындай мод дегенім ғой. Келесі жұмыртқаларды тексеріп көрейік. Мыналарды салып қойық, мыналарды тексерейік. Маған қызық бұл жерде крипер қандай болатыны көрініп тұр. Есек мутант бар екен. Және осындай дәу қасқыр мутант бар екен. Қараңыздар. Қасқыр мутантқа. Қараңыз, дәу мысық мутант бар екен мына жерде. Еще бізде осындай крипер мутант бар. Давай крипер мутантты өлтіріп көрейік. Ол өлсе бірдеңке бола ма екен? Біреу айтқан болатын, егер крипер мутант өлсе, ол жарылып кетеді деп, қаншалықты қатты жарылатынын тексеріп көрейік. Аралды шығарып көреміз. Ебатсыр, қараңыздар, қандай дәу крипер мутант. Скелет атымен артына аңдып жүрген сияқты. Қараңыздар, дәу крипер мутантты қараңыздар. Өте үлкен екен басы. Өлтіріп керек, бұның жаны өте көп сияқты. Қанша уақыт өлтіретін білмейді сияқты. Бұның қанша қыпесі бар деп. Түсіңді өлді, қазір жарылады. Ебатыр, қараңыздар, бір аралды жарып жіберді. Өте үлкен жарылыс. Заряд алынғандай крипер жарылса, бұдан да жарылыс қатты болады. Шымен бұл крипер зарядта болады. Сонда зарядта алынғандай крипер мутант жарылады. Және ол жарылғанда осы арал жоқ болып кететін сияқты. Ол жарылдың жартысын жойып жіберді. Енді келесін тексерейік. Келесі бізде эндермен мутант. Ебатыр, қараңыздар, қандай дәу эндермен мутант. Шамасы бұны өте қиын сияқты. Бұны жеңе алмаймыз. Қазір бізде өлтіре алмай жатыр. Өйткені қыпесі өте көп сияқты. Қараңдар, суасты қобышық мутанттар бар екен бұл жерде. Зомби мутант бар, мумия мутант бар дегендей. Келесін тексерейік, уже мында қатып жатқан сияқты. Мыналарды салып қояйық. Келесіген тексерейік. Келесі бізде осындай мутанттар. Бізде осындай скелет мутант бар. Қазір күні өртеніп жатыр. Қазір түн болсын. Сол кезде олар өртенбейтін болады. Осылар түнді тексеретін боламыз. Күтінемей жатыр. Мінекей уже күн батты. Уже өртенбейтін олар. Осындай бізде скелет мутант. Қараңыздар, өте жебермен атады. Еще мынандай скелет мутант бар. Қараңыздар. Өте үлкен мутант емес екен, кішіреген орташа ғой екен. Суретінде дәу болып көрсеткен сияқты еді. Дәу осындай мутант, қараңыз, садағы өзі дәу екен.
Келесі бізде өрмекші мутант. Ева қараңыз қандай дәу өрмекші. Қорқынышты қараңыз тістерін қараңыздар. Звуктың өзі терең тіркендер жеткен. Мінекей осындай дәу тістері бар екен, құмырсқаның тісі сияқты. Мінекей осы өрмекші мутант. Келесісі бізде осындай визер скелеті қара сүйек. В общем, осындай мутант болды. Бұны артта кездестіруге болады. Қасқыр өлтіреді, қараңыздар кездестіріп отыр. Кім жауапты? Өлтіріп тастады, жоқ, қасқыр мутантты өлтіріп тастадың ғой. Өлтіріп тастаймын сені. Да, өлтіріп тастаңдар шына. Көп сияқты өтсіз өліп отыр. Да, еще бізде осының зомби мутант бар. Кішкентай, дәу мутант бар екен. Қараңыздар, қолдарына қылыш ұстап сияқты. Міне кішкентайлар шығып жатыр, дәу шықпай. В общем, осындай бар. Келесін тексерейік. Келесі бізде тағы осындай мутанттар. Бізде тағы да өрмекші мутант. Бір жол басқаша, көк түсті ме сондай. Бұл жақта да олардың өрмекшіміз сондай. Келесі бізде Гастенд. Ева тұса қараңыз қандай дәу Гастенд. Егер сіздер выживанияда осы Гастенд мутантпен шайқассаңыздар, бұны мүлдем жеңе алмайсыздар. Мен бұны бір рет шайқасып көргем. Ол өте көп отты шаралар атады. Оны жеңу өте қиын. Қазір выживания болмай қойып, сразу өліп қалатын шығармыз. Келесі бізде мустант. Қараңыз, Еваның мустанты қараңыз қандай дәу. Өте мықты сияқты, шамасы қанша зере уақыт. Келесі бізде разбойниктеріміз бар. Осындай біреуі бал тастайтын. Жетел зомби мутант. Бірақ ол онша үлкен болып көрінбейді екен. Жетелде сондай болып көрінетін шығар деп ойлаймын. Келесілерін тексеріп көрейік. Бәрін ала салайық. Бізде осындай умия зомби. Ол да осындай. Әрбір мутанттар шыққанда қолдарына қылыш ұстайтын сияқты. Еще бізде осындай свина зомби мутант бар. Мен үшін қылышын қай жеріне ұсталғанын қараңыздар. Бір жеріне шықты қылышы, что-то қолынан емес. Әне Гастенді қараңыз қандай қорқынышты. Қанша аяқтары бар, қолдары да бар. Жаңа су асты қылышы бар. Тағы разбойник сиқыршысы. Бұл өте мықты, бұны выживанияда жеңу өте қиын болады. Келесі ұшатын осындай мутант бар екен еще. И әрине жетел мутант. Міне қарап өте көп небір шығады. Жаратушылар біз олар тексеріп көрдік. Енді сіздерге көрсеткім келіп тұрғаны осыларда қалай пайдалануға болатынын көрсеткім келіп тұр. Бізде еще мынандай мутанттар қалды. Исушитер мутантты шығармай қойдық. Олар мутант шыға ма шықпай ма екен, тексеріп көрген жоқпын. Тексеріп көру керек. Қараңыздар, жөнінде бірдеңке қуып жатыр Майнкрафттан. Келесі аққала гол мутанттарын тексеріп көрейік. Аққала мутант тексеріп көрейік. Ева тұр, қараңыз, дәу аққала мутант қараңыздар. Қараңыздар, еще оны артына отырып болады екен. Қараңыздар, шайқас болады. Ева ол мұз лақтырып жатыр, қараңыздар. Қараңыздар, дәу мұз оны өтіп тастады. Еще заттар шығады. Осындай күшті аққала мутант бар. Гол мутант шығарып көрейік. Қандай болып көрінеді ол бізге. Ебать, қараңыздар, гол мутант. Ебать. Да өтіп цена бар. Бұл өтірегесін келесіген тексеріп көрейік. Сіздерге тағы бірдеңке көрсеткім келіп тұр. Мысалы, осындай иттің мутантты не істесек, үйретуға алғаннан кейін сүйек беріп қасқыр мутантты үйретіп алсаңыздар, өзіңіздің итіңіз болады, еще оны өстіп отырып алуға болады.
Так. Так, оған ертоқым салады не? Еще ертоқым салып қойып, онымен үйтіп жүруге болады. Қараңыз, өте керемет мод. Еще секіру, аттың орнына пайдалануға болады. Мінекей. Осы түстегі болады. Ит мұқталықпен өзіңізге үйретіп алып, мініп алсаңыздар. Даже түс бояп қойсаңыздар болады екен. Еще түсін. Әртүрлі түске бояп қойсаңыздар болады. В общем, сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және дәл осылайда мысық мутантқа да тексеріп көрсеңіздер болады. Ол жұмыс жасайды, мен тексеріп көргем. Жарайды, видеоны аяқтайын. Сіздер болған мен Сары Мысық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.